Баршаларыңызға қайырлы күн. Құрметті өнерсүйер достар, бауырлар және менің тыңдармандарым. Сіздерге арнап, оның ішінде осы баян үйренсем деп жүрген, баянға қызығып жүрген барша достарыма, бауырларыма қазақша контент ұсынамын. Ендеше бірінші сабағымыз баянның құрылымы, баянның оң жағы және сол жағы. Баянның оң жағы соль кілті деп аталады. Соль. Сол жағы бас кілті деп аталады. Фа. Енді араларыңызда нота білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Баршаларыңызға көрсетуге дайынмын. Ендеше бірінші сабағымызды баянның соль кілтімен танысудан бастасақ. Ал енді баршаларыңыз білетін до ре ми фа соль ля си до деген нотаны біз баяннан ойнауымыз керек. Баянда ең бірінші тұрған ақ кнопка бұл до нотасы. Одан кейін соған қарама қарсы ре нотасы. Одан кейін ми нотасы. Фа, соль, ля, си, до. Бізде осындай гамма шықты. Енді бізде саусақ қойылымын қою керек. Бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші саусақ. Енді бірінші саусақ до нотасына кетеді. Көріп алыңыздар жақсылап. До нотасына бірінші саусақ. Одан кейін міне үшінші саусақ ре нотасына кетеді. Екінші саусақ ми нотасына кетеді. Үшінші саусақ қайтадан фа нотасына. Одан кейін соль нотасына екінші саусақ, ля нотасына бірінші саусақ, және де си нотасына үшінші саусақ, одан кейін до нотасына тағы да бірінші саусақ. Яғни бізде бірінші қатарға бірінші саусақ кетеді, екінші қатарға екінші саусақ, үшінші қатарға үшінші саусақ кетеді. Енді осы ноталарды оң қолдың қойылымы бойынша қайта-қайта қайталап үйрену керек. Қаншалықты көп қайталайсыз, қолыңыз соншалықты тез жаттығады. Енді бізде баянда үш позиция бар. Бірінші позиция гамма ойнаған кезде керек. Ал екінші позиция бізде арпеджио дейді. Яғни қолымыз түзу. Үшінші позиция ол уже бес саусақпен ойнайтын бес қатарлы баян ойнағанда керек болады. Ол мынандай. Бұл енді баян шығарманың, әндердің біз ойнаған күрделілігіне байланысты осы үш позицияда ауысып ойнай береміз. Енді достар, бір ескерте кететін жайт бар. Енді баянды ойнағанда біз қолымызды былай қоймауымыз керек. Қол міне саусақтардың деңгейінде болу керек. Қараңыздар. Түсеміз, бірге түсеміз, шынтақпен бірге шығамыз. Ал енді достар, баян үйрену өте қиын негізі. Бірақ еңбек бәрін жеңбек, еңбектен сеңіздер бәрін үйренуге болады. Мен үйреткен осы, мен көрсеткен оң қолдың қойылымы бойынша гаммаларды күнде қайталаңыздар. До ре ми фа соль ля си до, до си ля соль фа ми ре до. Осыны қайталап қолдың қойылымын әбден қалыптастырыңыздар. Содан кейін берісі сабағымызды жалғастырамыз.